интернетте, инстаграмды шулатып атсыңдар. Ануарбек мотиватормен. Не болып жатыр, соңғы видеоларында көргем, соңғы емес, бір соңғылардың біреуі. Иә. Что-то непонятно, бір жерде кездесіп, ау. Не болып жатыр қазір? Кездескенде негізі Наматқа конференцияға барған болатынмын, сол күні шақырды, бірақ не себептен оның ол жерде мен жүргенін түсінбедім. Мүмкін мен үшін шақырған болар, кішкене осында қызық болсын деген секілді. Бірақ енді мотиватор жігіт қой, енді сөзінде тұратын шығар, мұхиттан кейін мен төбелесем деп уәде етті. Енді 6 июнь алдымызда келе жатыр, бұйырса ұтсын, ұтылсын, мен сол Алматы аренада боламын. Содан кейін, бойдан кейін, жекпе-жектен кейін шығып, мен мотиваторға өз-өзімді тастайтын боламын. Егер сөзінде тұратын болса, қашып кетпейтін болса. Ануарбек, сен сөзінде тұрады деген ойдам, жекпе-жектен кейін мен саған өз тастаймын. Сен өзің уәде бергенсің маған. Сол үшін енді сөздің шынына керек көшеде төбелесек болады, онымен. Басқа жерде төбелесек болады, бірақ егер ақша төлейтін жер болса, әрине неге сол жерге жасамасқа осы болады. Сол себепті мен дайынмын осы жекпе-жекке. Егер ол дайын болса, әрине. Көшеде осы сен Найзаның жұлдызысың ғой? Жоқ. Найзаның несін білесің ғой? Төбелескің келсе, рингте төбелес деген. Иә, көбісі айтады да, неге істеп самайсың жігіттер, ол нәрсе болмайды. Өз күшімде мен рингте көрсететін болам оған. Сол себепті ең бірінші ол қашып кетпесе, алла бұйыртса сол бокстан көретін боласыздар біздің жекпе-жегімізді.